Hayırlı gün dostlar. Сәлем баршаңызға, амансыздар ма? Бүгінгі пісіретін тағамымыз, яғни жеті шелпек. Оған қамырымыздың құрамына бір қасық шекер, бір ас қасықпен, шай қасықпен, бір қасық тұрыш, бір қасық тұз, бір жұмыртқа, жылы сүт, 200 грамм стаканмен, 200 грамм стаканмен жылы су. Екеуін бәрін араластырып езіп, осындай қылып илеп алдық. Илеп болғаннан кейін бетіне май жағып, осылай бір күн бойы қойып қойдық. Неге ашып дайын болып тұр. Қазір жазып, жеті шелпек пісіру барысын көрсетеміз. Осылай дөңгелектеп, жетеуін шығарып қоямыз. Достар, бұрын ата-бабаларымыз жеті шелпекті не үшін пісірген? Бұрын соғыс уақытының кезінде жаңағы ата-бабаларымыз бір жиналып Құран оқымаған, намаз оқытпаған. Сондықтан арғы жақтағы ата-бабаларына ештеңе бағыштай алмағандықтан, Құран бағыштай алмағандықтан, соғыс уақытында көршілеріне жеті шелпек тарату арқылы, олар қабыл болсын айту арқылы, олар әмин деп, сол арқылы барып тұрған деседі. Қазіргілер оның иісін шығару деп есептейді, майдың иісін шығару деп. Сол жеті шелпек тарату арқылы бір-біріне Құдай жолы нан деп, Құдайдың жолына нан деп таратқан. Олар қабыл болсын дейді, бұлар әмин деп, сөйтіп сол арқылы барып тұрған деседі. Неге достар, майға салып пісіріп жүрміз. Ыдысымыз кішкентай болғаннан кейін кішкентай көлемде пісіріп жатыр. Жаңағы жеті санына тоқтала кетсек, жеті шелпек санына. Жетіні киелі сан деп ата-бабаларымыз ырым сөйлеген ғой сонда. Жетіні киелі сан, жеті қарақшы, жеті қазынаның бірі деген сияқты ғой. Жеті қазынаның бірі емес, жеті қазына деп киелі сан ретінде жетіні алған. Достар, мінекей жеті шелпегіміз қып-қызыл болып, әп-әдемі үлпілдеп пісті, жүп-жұмсақ. Енді біз осыны Құран оқып, жеті көршімізге тарататын боламыз. Жеті шелпектің қыр-сырын біліп жүріңіздер. Достар, біздің жеті шелпек видеомыз ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздердің арқаларыңызда біздің канал дамиды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.